Биология пәнінен заманға сай сабақ беру үлгісін қолдану және белсенді әдіс-тәсілдерді тиімді енгізу арқылы оқытуды әдістемелік жағынан жаңарту бұл менің жекелеме мәселелік тақырыбым. Осы тақырып бойынша жұмыстар жүргізу үшін белсенді әдіс-тәсілдерді оқу үрдісінде пайдаланудың тиімді жолдарын қарастыру мен оқыту және тәрбиелеудің әдістерін жетілдіру мақсатында жалпы педагогикалық білімді оқып үйренуді мақсат етіп алдым. Биология пәніне қызығушылықтарын арттыру үшін сыни тұрғыда ойлауға үйретуге, нәтижесін бағалай отырып оқушылардың сыни көзқарастарын қалыптастыруға тәсілдерді қолданамын. Адам қаңқасының құрылысы тақырыбында модельдеу сабақ түрін жүргіздім. Оқушылар белсенді атсалысты. Топ ішінде жұппен болса да бірлесе жұмыс жасауға тырысты. Адам қаңқасының құрылысын қолдағы бар әртүрлі заттарды пайдалана отырып моделін жасап түсінік берді. Өзара бағалау жүргізді. Кез келген пән мұғалімі топтық жұмыстарды дұрыс ұйымдастыра отырып, оқушының өзі үйренуі, өзі уақытын өзі басқару арқылы сыни тұрғыдан ойлауы, белсенділік танытуы, шынайы әлемге араласа білуі және шығармашылық қабілетін дамыта алады деген ойдамын. Менің алға қойған мақсатым биология сабағында модельдеу әдісін қолдану кезінде STEM білім беру технологиясын кіріктіріп отыру. STEM оқытудың біріктірген тәсілі, оқушының алған теориялық білімін іс жүзінде тәжірибеде қолдану дағдыларын дамытады. STEM оқыту бойынша пән мұғалімі әсіресе сабақта пәнаралық байланысқа көп көңіл бөлу керек. Шығармашылық тапсырмаларға, шағын жобаларға, оның ішінде әрине топтық, жұптық жоба қорғау жұмысына. 7-ші сыныптың биология сабағында тәжірибелік және зер заттармен танысу мақсатында модельдеу жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Модельдеу әдісі экспериментті ауыстыра алғандықтан биология сабағында қолдану тиімді. Модель құру барысында зерттелетін болжамды түрлі деректермен толықтырып, оны жеңілдетуге болады. Технология, информатика, математика сабақтарымен байланыстылығын көре отырып, оқушылардың графикалық дизайн және технологиялық сауаттылық, инженерлік тәжірибе қабілеттіліктерін, дағдыларын дамыта алады деген ойдамын. Модельдеу әдісі арқылы оқушылардың бойына нені дамытуға болады? Әрине, мұғаліммен, сыныптастармен ынтымақтастық орнататындығын, жеке және топта жұмыс істеу арқылы ортақ шешім тауып, түрлі келіспеушілікті шеше алатындығын, өз пікірін тұжырымдап, дәлелдейді және қорғайды. Бұл модельдер сабақтың әртүрлі кезеңдерінде қолданылады. Тапсырмамен таныстырған кезде, білім мен біліктерін бекіту кезеңінде, үй жұмысы немесе шығармашылық тапсырма ретінде пәнді оқуға уәжін арттыру құралы ретінде де пайдалану өте тиімді.